6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сәлем, Applejack. Не істеп жатсың? Аяқпен қашықтықтан тебуді шаттықтырып жатырмын. Аяқпен қашықтан тебу? Бірақ не үшін? Өйткені немере ағам Брейберн және Applewood'дағы Appleдар отбасының басқа мүшелері өздерінің тобы Ponyville тобының бакболда жеңеді деп ойлайды. Не? Бұл күлкілі ғой. Ешкім Ponyville'ді жеңе алмайды. Бірақ бакболда Applewood қаласының түгелін жеңе алам. Тіпті бір қанатыммен ойнабақ. Сонымен Ponyville'дің бакбол тобына қосылуға келсесің бе? О, я! Менің орным тура сол жерде. Тек бір сұрағым бар. Бакбол деген не? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, шын жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Бакбол маусымы. Шынын айтқанда, бакбол әлемдегі ең керемет ойын. Қорғаныс, шабуыл, топтық ойын, әрекет. Онда бәрі бар. Мәссаған, Рейнбоу Дэш, ол ойын туралы бәрін білетін сияқтысың. Бакболды алғаш естуім. Иә, ол ойынның сарапшысымын. Мен түсіндіргенше ойын туралы ештеңе білмеген сарапшы. Иә, бұл жаңа ойын. Ол туралы понилердің біразынан артық білем. Сондықтан сарапшымын. Мен ойын туралы ештеңені білмеймін. Дегенмен доп тебу керек болса, бұл өте көңілді болуы тиіс. Мәселе мынада. Немере ағам Брейберн амалын тауып, пырақтар мен дара мүйіздерді Applewood'да тобында ойнауға көндіріпті. Енді сол топ біздің топты тас-талқан етіп жеңеді деп қайта-қайта мақтанады. Бірақ бізде топ жоқ. Applejack екеуміз топтың 3/1 бөлігін құраймыз. Бізде дара мүйіздер жоқ. Сол үшін сендерді шақырдық. Оларға біздің дара мүйіз емес екеніміз мәлім ғой, дұрыс па? Әлбетте. Сен менің тобымда ойнайтын боласың. Ал Fluttershy Applejack'тың тобында. Біз ең жақсы дара мүйізді тапқанымызша бір-бірімізге қарсы ойнап көретін боламыз. Иығымнан ауыр жүк түскендей болды ғой. Әйтпесе дара мүйіз костюмымды үйде қалдырып кеткен едім. Мен сендерге бакболдың қандай керемет ойын екенін айтып бергенімнен соң келгендеріңді білем. Бұл ойын бұрыннан Appleдар отбасының сүйікті ойынына айналса да, көпшілігінің ол туралы ештеңе білмейсіңдер. Сондықтан сендерді ережемен таныстырамыз. 2 жер понийі шабуылда ойнайды. Олар допты алу үшін алаңның ортасында кездеседі. Әрқайсы бірінші болып тебеді. Ал пырақтар қорғаныста ойнайды. Олар доптың себетке түсуіне кедергі келтіруге тырысады. Және өз тобының понийіне допты береді. Пинки, теуіп жіберші кәне. Түсінікті. Дара мүйіздердің міндеті мына себеттердің алаңның сыртында жылжытып отырып, өз тобына көбірек доп жинау. Бәрін меңгеріп алдыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Әбден! Білмейм. Доп тым жылдам ұшады. Сонымен, мұны істеуге кімнің шамасы келетінін көреміз. Не істеуім керек? Доп сен жаққа қарай ұшқанда, ұстап ал. Жарайды, шаман келгенше тырысып көр, Пинки. Қанша дегенмен бұл ойынды сенен ұзағырақ ойнап келем ғой. Жақсы соққы. Жарайсың, Fluttershy. Допты ұста, Пинки! Аударылып түсу және соққа. Эй, ойын еш қиын емес екен.
Және қызықты. Пинки Пай бұлай епті тебуді қайдан үйренген? Латыршай ұршықта үйіріліп допты ұстай алады. Бұл тамаша. Жарайт. Басқалардың неге икемдекенін көрейік. Екі рет қатарынан мен отып кетем деп күтпей-ақ қой. Я, сәлем доп мырза. Тез етіңдер, көбелектер. Сендерге доп тимей тұрғанда ұшып кетіңдер. Жоқ. Жарайт. Басқалардың не істей алатынын көрейік. Әлбетте жоқ. Шығарылды. Жоқ. Және жоқ. Және жоқ. Тух, бәрі менің ойлағанымдай болмады. Әрине болмайды. Бұл ойын мен ойлағаннан әлде қайда көңілді. Мен ойлағандай көңілді. Өте көңілді. Суымды тасып, екі шелек суды иыққа көтеріп. Снейлс, абайла! Тамаша. Доппен абай болыңдар. Оларды жоғалтып алу оңай. Эй, Снейлс, мұна себеттердің бірін көтер аласың ба? Әрине, оны мен не істеуім керек? Ұста! Тағы бірдеңе ме? Апырай, Снейлс, туғаннан бакбол ойыншысысың. Дер кезінде келдің. Дарамейіздер керек болып жатыр. Эпплджек пен Рейнбоу Дэшпен бірге Эпплуз тобына қарсы бакбол ойнай аласың ба? Мұны анықтаймыз. Мына суды жеткізген соң, бәрібірде менің қолым бос. Ендеше, Снейлс, сенмен бірге Понивиль тобы Эпплузаға қарсы ойнағанда жеңіске бір қадам жақын болады. Тобымыздағы екі орынды кім алатынын ойын көрсетті. Не дегің келіп тұр? Дэш екеуің ойнайды деп ойласам? Егер сендер Эпплузаны тасталқан етпесеңдер, оны кім істейді? Сен екеуің әрине. Эпплузаға қарсы бакболды сендердің орындарыңа біздің ойнағанымызды қалайсыңдар ма? Бұл айқын емес. Ғажап және таңғаларлық. Түсінбейтін несі бар? Мұны қалай түсіндіруге болатынын білмеймін. Алайда екеуің өте жақсы ойнайсыңдар. Сол себепті Эпплуза тобын жеңу үшін екеуің Смит әженің алма тазалығынан да жылдам орнымды босатып беруге дайынмын. Мен де. Бүкіл Понивиль жеңіске жету үшін маған арқа сүйеп отырса, топта ойнайтын едім. Дегенмен, екеуің менен асып саласыңдар. Кешір. Әншейін көңіл көтергім келген. Егер осылай Брейбернің тобын жеңуге болатын болса, қалағаныңша көңіл көтере беруіңе болады. Көңіл көтергенді ұнатамын. Егер шынымды айтсам, басында қорқатынмын. Алайда сосын үйреніп алдым және ұнады. Онда көңіл көтеруді бастайық. Бастаймыз. Жарайды. Дегенмен, Эпплузаны жеңгіміз келсе, шындап іске кірісуіміз керек. Шындап па? Қаншалықты? Жаттығуға шындап кірісу. Мәссаған, қарқынды жүктеме болады. Әлбетте, өйткені екеуің бүкіл Понивильді көрсетесіңдер, және одан маңыздысы бізді. Сондықтан, ертең Эпплузаға кеткендеріңше, біз сияқты ерінбе жалықпай шұғылдануларын керек. Әйтпесе, Снейлс баяғыдағы іске кірісіп кетті. Сонымен, жеңгің келсе, мынаны үйренуіңе тура келеді. Тура келе ме? Ең бастысы, допты бақылау керек. Дайынсың ба? Баста. Қане! Жылдам. Жылдамдықты қоспағаның үшін Понивильдің жеңілгенін қалаймысың? Вау!
Сонымен, ойынымыздағы ең басты нәрсе алаңның кез келген нүктесінен допты себетке дәлдей білу керек. Аха, айтқаның болсын. Бәрекелді! Бір рет мүлт кету Эпплдар отбасының бакболдағы беделіне мәңгіге нұқсан келтіреді. Не? Алға, жылдам. Қане, әр соққы алмалар аллеясы үшін, мен үшін, Дэш үшін, бүкіл Панивейл үшін! Ой, Жылдам. Қане бол! Алға. Жалғастыр! Жылдам. Екеуіне не көрінді екен? Білмейм. Алаңда бізден озып кетуші еді ғой. Жарайды, бүгінге жеткілікті. жаттығу жасау бізге пайдалы болады деп ойласам. Мүмкін кішкене демалуымыз керек шығар. Мүмкін көп демалуларың керек шығар. Ертең жинақталып ойынға ден қоярсыңдар деп үміттенем. Панивейл жеңіске сеніп отыр. Эпплджек және Рейнбоу Дэшті және басқа понилерді де жерге қаратқым келмейді. Бірақ мына жаттығудан кейін өз күшіме сенімді емеспін. Бәлкім соншалықты нашар ойнамаған шығармыз. Кенеттен мен байқамаған бір нәрсені байқаған шығарсың. Достарымыз жеңгенімізді қалайды. Дегенмен понилерді көпшілігі бакбол туралы естімеген болса қалай жеңеміз? Және понилер топ туралы ештеңе білмесе, олардың қалай көңілін қалдырамыз? Немесе біздің Эпплузамен ойнайтынымыз туралы білмесе? Бізге алаңдаудың керегі жоқ. Егер қаладағылардың біреуі бұл ойынға қызығып жүрсе, таңғалатын едім. Біз сендерге сенеміз. Апырай. Біздің бүкіл қаламыз бұл ойынға қызығатын сияқты. Қаладағыларға тобымыз туралы айтып бергенбіз. Иә, арттарыңда бүкіл Панивейл тұрғанын сезінгендеріңді қалаймыз. Өте жақсы. Жеңіспен оралғандарыңда бүкіл қала шеруге шығуды жоспарлағанын естідім. Бұл сендерді жігерлендіруі тиіс. Тиіс бе? Әлбетте. Сондықтан Эпплузаға дейін жол бойы Панивейл өзінің жеңімпаз тобын қалай қарсы алатынын ойлап барыңдар. Селестия ханшайымның өзі сендерді құттықтауға келетініне бәстігем. Егер осыдан кейін батылдықты үйренбесеңдер, онда білмейін. Рейнбоу Дэштің қандай батылдықты айтып тұрғанын білмеймін, алайда батылдықты үйренгім келмейді. Ал сен ше? Әй, сендер батылдықты үйренулерің керек. Білесіңдер ме, бүкіл қаланың бізге үміт артып отыруы бізді қаймықтырады, өйткені қабілетсіз біз. Батылдықты үйренуге қабілетсіз біз, өйткені алаңға шығуға қорқамыз. Іске алғысыз ойыншылармыз, сондықтан бізді жеңіліс күтіп тұр. Понилердің бәрін жерге қаратамыз, сондықтан да енді ойнағымыз келмейді. Мен ойнауға келісетін болам. Ештеңе түсінбеймін. Олар дарынды. Не үшін ойнағылар келмейді? Бәлкім бүкіл қала оларға үміт артып отыр деген сөзіміз оларды үйреншікті дағдыларынан айырған шығар. Не? Бұл бос сөз ғой. Саған үміт артып отырғаны, ойыңды жинақтап және Шындап ойнап, беріле кірісіп. қарсыласыңды тас-талқан етуге дайын болу. Және бұлардың ешқайсысы Пинки Пай мен Флаттершайға тән емес. Солай сияқты. Өзімізге тән нәрсеге зейін қойып, олар үшін маңызды болған ойынның қызығын құрттық. Ай, енді не істеуіміз керек?
Пинки, Латыршай. Осы жерде екендеріңді білеміз. Басқа вагондарды тінтіп шықтық. Бәлкім тағы бір рет тінтіп шығасыңдар. Өйткені мұнда біз жоқпыз. Сондай-ақ Эпплоузаға қарсы ойнауға мәжбүр еткілерің келсе, мұнда жоқпыз. Немесе басқа біреуге қарсы. Сендерді жерге қаратқанымызға өкінеміз дегенмен, мұны Эпплоузамен ойын кезінде емес, қазір айтқанымыз жөн. Эпплоузаға қарсы ойнауларыңа тура келмейді. Ойнамаймыз ба? Жоқ, орындарыңа біз ойнаймыз. Сондықтан оған алаңдаудың қажеті жоқ. Ертерек неге айтпадыңдар? Бірақ Брейберннің тобына қарсы жаттықпастан шыға алмаймыз. Сондықтан тағы бір рет ойнауларыңа тура келеді. Бізге қарсы. Сонымен тағы да рөлімізді ауыстырдық. Дәш екеумізге жаттығу керек болғандықтан біз екеуіңе қарсы ойнаймыз. Сендерге бұл жаттығу көмектесе ме білмеймін, өйткені өте нашар ойнаймыз. Ол жағын уайымдамаңдар. Эпплджек екеуміз сәл тынығып алсақ жеткілікті. Иә, жай тырысып көріңдер. Бұл қолымнан келеді. Сендерге шынымен де тынығу кедергі болмайтын сияқты. Егер әлі қалыптарыңа келмесеңдер, жалғастыруымызға болады. Бұлай күні бойы ойнай аламын. Жоқ, рахмет. Екеуіңе қарсы ойнау тура сендерге керемет ойнайтындарыңды дәлелдеуге тырысқанымыздай жалықтырып жібереді. Тоқта, не? Баяула. Қайтадан қолдарыңнан келгенін байқамадыңдар ма? Қызық. Бірақ неге әуелгіден нашар ойнадық? Себебі біреулерге қысым көмектеседі, ал біреулерге күйдергі келтіреді. Жаттығуда сендерге өзімізге қолданатын әдістемені қолдандық. Бұл сендерді қатты күйзеліске ұшыратты. Осылайша ойыннан алатын ләззаттан айырдық. Ойыннан ләззат алып қана жақсы ойнауға болады. Алайда басқаларды жерге қаратуға қорықсаң, ешқандай дағды көмектеспейді. Біздің жеңісімізге үміт артып отырған Понивилдегі басқа понилер ше? Әрине, бәрі жеңгендеріңді қалайды. Әйтсе де жауапкершілік үшін қиналғандарыңды қаламайды. Дегенмен, уайымнан қалай арылсақ болады? Мен сияқты істеңдер. Жай ғана оны ойламаңдар. Шын айтамын, мен мүлде ештеңені ойламайым. Ешқашан. Дұрыс жолы осы. Кезекті серпінді голмен Пинки Пай есепті теңестірді. Сендер кереметсіңдер. Брейберн тамаша ойыншы. Ана бірақ сияқты, жеңе аламыз ба білмеймін. Мен не істер едім, білесіңдер ме? Ол туралы ойламайтын бедің? Ойламайтын едім. Ойя, дәл солай. Егер ойын қуаныш сыйласа, ұтасыңдар ма жоқ па маңызды емес. Осылай әлде қайда көңілді деп ойлайым. Және Пинки допты ұтып алды. Әйтсе де оның соққысына тойтарыс берілді. Доп Брейбернда, бірақ Флаттершай тағы да себетке сүруіне жол бермеді. Келесі гол шешуші гол. Екі топтың да жүйкесі жұқарды. Флаттершай өзінің елген соққысын жасады. Және Брейберн дайын? Жоқ! Пинки аударылып түсті. Допты тартып алды. Қандай соққы? Бұл соңы Понивиль жеңді. Понивиль! 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 Понивиль!
Үшеуің жақсы ықпал еткен сияқтысыңдар. Достым, мойындауым керек. Понивиль тобы жақсы ойнады. Ха, жақсы ма? Сендерді жеңіп кетті ғой. Иә, бұған дауым жоқ. Қайта ойнайтын ойынымыздың стратегиясын шындап ойланбақшымын. Тек тым байсалды болма. Я, өйткені бақ бұл ойынның құпиясы жақсы көңіл күйде екені бәріне белгілі. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.